Сәлеметсіздер ме? Мен Зира Наурызбаева, мәдениеттанушы, мифология маманы, қазақ тілінен орыс тіліне аудармашымын. Мен үшінші халықаралық Турхирдал атындағы Дешти Тор фестивальге сәлем айтамын да, осы ролигімде күйлерді қалыпқа келтіру, реконструкция күйів. Сол жайында әңгіме айтқым келеді. Бұл әңгімеме арқау болатын менің марқұм болған күйеуім, жазушы, күйші, кинодраматург, Біржан Сал Құнанбай фильмдерінің сценарийлердің авторы Таласбек Асимқұловтың Талтөс деген өмірбаяндық романы. Таласбек кәдімгідей нағашы атасы 2 күнінде асырап алып, домбырасын ұстап қалған адам, қазақ мәдениетіне 34 күйді сақтап алып келді. Таласбек болмаса бұл күйлер өшіп қалатын еді. Кетбұғадан бастап, 13 ғасырдағы Кетбұғадан бастап, содан кейін Қотан Тайжы, Сақбеке, Татимбет, 18 ғасырдың күйшісі Байжігіт, қысқасы Шығыс Қазақстан және де Сарыарқа күйлер мектебінің мұрагері, нағашы атасын аманатын ұстаған адам Таласбек. Және де сонымен бірге жазушы болды, кинодраматург болды. Соның мынау Талтөс деген романы, ол өмірбаяндық роман, сол шалдардан күй үйренген жайында әңгіме етеді. Сосын қазақтың тарихы, ашаршылық, сондай нәрселер, репрессия. Өйткені өзінің күйші атасы Жүнісбай Станбаев 23 жыл лагерде болған адам. Байтын баласы деп, сосын қызылдарға қарсы соғысқан үшін лагерге 23 жыл лагерде болған адам. Сол бала кезінде Таласбек мысалы атасы сол ауылда болған басқа домбырашы Ғазиз деген адамға апарады да, сол Таласбек Ғазизден де талай күйлер үйренеді. Бір күні Ғазиз бір күйдің қысқа ғана үзіндісін орындап, атаңа апарып осыны орындап бер деп. Сосын кешке бұл жерде кітапта, романда Таласбектің өз кейіпкері, бас кейіпкерінің аты Әжгерей, Жүнісбай атасының аты Сабыт. Кешке Әжгерей екінші ұстаздың тапсырмасын орындап, атасына шертіп берді. Сабыт шалқасынан түскен. Мынау балбырауын ғой, ой алла, бұл не керемет? Несі керемет, деді Әжгерей, шоп-шолақ бірдеңе. Бұл Татимбеттің жоғалып кеткен балбырауын деген күй, деді Сабыт қуанып. Баяғыда Эләпіден ала алмай қалған көп кереметтердің бірі осы еді. Тәңірім, көзің түзу екен, кәне тағы да бір шертші. Осылай біз білетін балбырауын, көбіміз білетін балбырауын, ол Құрманғазының күйі. Бірақ қазақта ол кәдімгідей жанр, жастардың күйі. Жыныстық қатынасқа арналған сондай күй болды да, архаикалық күй. Соны бірақ Құрманғазы өзінше өзгерді. Татимбет енді арқа шертпе күй өкілі ретінде басқа деңгейге осы жанрды көтерді. Сонда атасы осындай қысқа үзіндіні естіп, содан кейін не істейді? Ол бір қызық бастайды да, мынандай домбыраны алып, бұл ескі формадағы домбыралар, Айтмұхамед деген шебер жасаған. Ол романда жазылады, Сабыт деген күйші мынау жердегі бәрін сырып, мынау жерге алып келеді да, тиекті. Мынау жердегі тиекті мойнының ортасына алып келіп, мынау жерге жасайды, бегітеді. Содан кейін бүкіл пернелер бар ғой, пернелер, лады дейді орысша. Сол пернелер де оларда жылжып, бәрі жақын мынау жерге жиналып қалады да. Содан кейін күйші күні бойы баласына, сен ешқандай радио қоспа, ештемені шулатпай, маған сұрақ қойма, мазалама, ешкім мені мазаламасын, мынау күйді мен ұстап қалуым керек деп, күні бойы мынандай шолақ мойынмен тарта береді екен күйді. Сонда былай романда айтылады.
Күні бойы осы қысқа домбыраны тартады да отырады. Әжігерей тыңдап отырып, атасының шертісі жүйесіз, бей-берекет екенін ажыратты. Бұрын жоқ әдет бастап, қалай болса солай сабалап тартады. Әдей мазақ қылып отырғандай. Ара-арасында бір әуен шалынады. Сол әуенді қуалай жөнеледі, артынша бір қайырымды одан да айырылып, тағы да берекесіз шертіске салады. Кейде домбыраны қойып ыңылдауға көшеді. Кәдімгідей ыңылдап, күй шертіп отырғанды кей жерінде беті тыржып қиналып қалады. Бірақ бұл алғашқы күндердің әсері еді. Бара-бара қайталанбас ажарлы, қыздай қылықты күйдің нобай шалына бастады. Әжігерей ауыз үйде дымын шығармай тыңдап отырады. Бірақ атасы бұның ұрланып тыңдап отырған сезіп қояды. Әжекең, бара тұр қарағым, кедергі болма, кейін естейсің ғой, Құдай жеткісе, дейді домбыраны қоя салып. Сөйтіп бірнеше күн Сабыт осылай қиналып күйді қалыпқа келтіреді. Содан кейін бір күні домбыраның табалдырығын, пернелерін орнына қайтарып, жақын достарын әнші Шері мен Ғазиз күйшіні қонаққа шақырады да. Солардың алдында, сосын Әжігерей жиенінің алдында күйді орындайды. Күйді орындап, бәрі кәдімгідей таңқалып отырғанда былай дейді. Баяғыда ықылымға кеткен күй еді. Жұрнағынан іліндіріп алып бірнеше күннің ішінде о дүниеден сорып алып бердім. Не дауым, не арманың бар, деді Сабыт сәл алқынып. Сөйтіп, сондай оқиға болды. Бұл күй Таласбек арқылы біздің заманымызға жетті. Тәтімбеттің балпырауыны біздің Отөкен KZ сайтымызда бар, тыңдауға болады. Содан кейін Әжігерей атасынан осы қысқа мойын, домбыраның мойын қысқа қылып тартқанның себебін сұрайды да. Сол кезде Сабыт былай түсіндіреді. Мойын қысқарғанда пернелер бір-біріне жақындаған көрдің ғой. Пернелер бір-бірімен мидай араласып құрдай қатынасады. Мың сөздің ішінде бір сөз, жөн сөз болатын сияқты, домбырада да мың қисынның ішіндегі біреу шын қисын болады. Соны есіңе сақтайсың. Тағы да бір қиыста қолыңа тағы бір қисын ілінеді. Оны да монша құсатып жіпке тізіп қоясың. Міне осылай жинай бересің. Осылайша тар жерде табылған қисын жинақталып келіп күй болып шығады. Әжігерей таң қалды. Сонда қалай болғаны? Күйді осылайша құрастырып жасай ма? Пәленге арнаған пәлен деген күй табан астында шығарған күй екен деп аңызда айтылады. Соның бәрі өтірік болғаны ма? Сабыт күлді. Жоқ, оның бәрі рас. Пәленге арнаған күй дейміз. Оның бәрі рас. Бірақ күй аран гүлден бал жинағаны сияқты тірнектеп жасалады. Перненің шиырлай салғанын күй шықпайды. Сен дұрыс түсін. Мен саған күйдің ең құпия сырын айтып отырмын. Пернелер жақын тұрғанда бір-біріне бейім, сөйлеуге бейім болады. Түсінемісің? Шықпай, айтылмай, тынысы ашылмай тұрған күй пернелерді жақындатқанда айтылып қоя береді. Олай болса, ол қисынның күй екен қайдан білем, деді Әжігерей. Көкірегің біледі, деді Сабыт. Тыңдап отырған адамға сенің тартқан күй болып көрінеді, күй болып естіледі. Ал оның сырты азап, қара тер. Есіңде болсын, еңбексіз ештеңе келмейді. Осылай бұл күйді қалыпқа келтіру, күйді реконструкциялау, жаңадан күй шығару қазақтағы тәсілдер түсіндіріледі роман. Бұл талтүс роман, енді маман өзі күйші, өзі зерттеуші Таласбек, жазушы Таласбек жазғандықтан бұл шыққаннан бері бұл роман кәдімгідей кейбір музыкалық колледждерде оқулық ретінде қолданады. Қарағанды, мынау Семей жақта. Енді біз бұл роман Талтүсті орыс жақында жаңадан шығарамыз. Орыс ағылшын тіліне аудардық. Ағылшын тілде міне Life at Noon боп
шықты өткен жылы Индиана университетінің баспасынан. Бұл алғаш рет қазақтың романы және қазақ өнері туралы романы батыстың баспасының өз қаражатына шығып жатқан алғаш дүние. Бұрынғы 30 жылдың ішінде қанша жазушы ағаларымыз кітап шығарды, олар бәрі де Қазақстан қаражатына шыққан. Мынау Американың қаражатына баспада шығып, Амазон баспасында сатылып жатқан алғаш қазақ роман, 30 жылда жазылған алғаш қазақ романы. Осы енді қазаққа да көбірек, мынау 2003 жылы шыққан кітап, ол баяғыда бітті. Сосын 4-5 жыл бұрын біз Таласбектің 10 томдығын дайындап, қайтыс болғаннан кейін 10 томдығын дайындап, 5 томы шықты. Мәдениет министрлігінің тапсырмасымен шықты. Қазір елдегі кітапханаларда ол 5 томдық бар, оқитын болсаңыз таба аласыз. Ал соның бірінші томы күйшілік туралы романдар. Сол тал түстің жалғасы кәрі күйші деген әңгіме, және де тарихи роман Тәтімбет Сері. 19 ғасырдағы күйші, дипломат, саясаткер Тәтімбет туралы жазылған Таласбектің бітпей қалған романы. Солар үшеуі бірінші томды құрайды, 5 томдықтың күйшілік туралы романдар. Сол бірінші томда менде бітті. Енді соларды біз бөлек кітап қылып шығарғалы жатырмыз қазақ тілінде. Қазір қаражат жинап жатырмыз. Бір айдың ішінде Құдай қаласа шығып қалар. Ол мынандай мұқабамен таба аласыз. Осы мынау ағылшындар сияқты біз Майлық Мұқанов бейуақтағы қонақ деген гобеленмен осындай мұқаба жасап баспаханаға дайындап қойдық. Таласбек Касимқұловтың романдар. Біздің жаңалықтарымызды Отукен KZ сайттан табуға болады. Біздің сайтымыз Отукен KZ. Және менің Facebook, Instagramда парақшамнан да табуға болады. Мен Зира Наурызбаевамын. Рахмет, сау болыңыз.